Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шекелей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Өйткені бөдененің еті де жұмыртқасы да мың түрлі дертке дауа, адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Б тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауықтікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Енді бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті туралы айтсақ. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруы мен демікпеге, туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуіне, бүйрек пен өкпеге, асқазан мен ішек ауруларына, асқазан жарасына, фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілетін жақсартып, анемия мен сәуле ауруларына шалдыққан науқастарға көмегін тигізеді. Бөртпе мен диатезден құтқарып, салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтуға, диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Ағзадағы ауыр тұздар мен металдарды тазартады, адамды жасартатын қасиетке ие. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газға немесе пешке кептіріп алып, кофе ұнтақтаушыдан өткізіп пайдалануға болады. Ол дайын болған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса, суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероза түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатын дәлелдеген. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Бөдене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған күйінде де пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Тоқетері, бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде қанның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанша сатып алуына мүмкіндігі бар. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Мақала авторы Айнұр Қазмағамбетова.